Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда санитариялық эпидемиологиялық бақылау саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикерлері Ахметов Алдарқұл Райымқұлұлы, Шымкент қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Нурманов Болат Бақтиярұлы, Шымкент қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғаш сөз Алдарқұл Райымқұлұлы, өзіңізге беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Жалпы бүгінгі тақырыпты қазір естіңіздер. Біздің Шымкент қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті және оның аудандық басқармаларыменен біздің 5 басқармамыз бар. Төмендегі мемлекеттік қызметтер көрсетіледі. Ол бірінші, эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру. Жалпы қарапайым сөзбен айтқан кезде, эпидемиялық мәні жоғары объектілерге, нысандарға санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру. Бұл мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 13 жұмыс күні. Екінші, бұл қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық қорғаныш аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларына, шикізат пен өнімнің жаңа түрлерінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру. Бұл мемлекет қызметтің көрсету мерзімі 10 жұмыс күні. Қарапайым сөзбен айтқан кезде, бұл жобалар болады, әртүрлі жобалар, жаңа айтқан сол жобаларға қорытынды беру. Үшінші, бұл халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы мемлекеттік бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне есептік нөмірлер беру және олардың тізімін жүргізу. Бұл мемлекет қызметтің көрсету мерзімі 5 жұмыс күні. Қарапайым сөзбен айтқан кезде, бұл да жаңағы мынау біздегі тамақ өнімдерін өндіру объектілері бар. Былайша айтқан кезде тамақ өнеркәсібі объектілері, осы объектілерге есептік нөмір беру. Төртінші, бұл патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуге рұқсатты және оған қосымшаларды беру. Мемлекет қызметтің көрсету мерзімі 13 жұмыс күні. Бұл жаңа өзі айтқандай, патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуге рұқсат беру. Бізде мынау зертханалар болады, осы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуге, сондай объекттерге жұмыс істеуге рұқсаттармен және қосымшалар беру. Келесі, бұл халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы маман сертификатын беру. Осы санитариялық эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы қызмет ететін мамандарға маман сертификатын беру. Қызмет көрсету мерзімі 10 жұмыс күні. Және соңғы мемлекет қызмет бұл денсаулық сақтау саласында дезинфекция, дератизация бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру. Бұл қызмет осы ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енді. Биылдан бастап беріледі, осы 1 шілдеден бастап. Мемлекет қызмет көрсету мерзімі 10 жұмыс күні. Енді осы бұл қызмет бойынша 2014 жылға дейін бұл қызмет лицензиямен жұмыс жасаған. Кейін жаңағы 2014 жылдан бастап лицензиясыз жұмыс істеуге рұқсат берген. Сондықтан кейбір бізде нысандар бар, осындай дезинфекция, дератизация қызметін көрсететін нысандар. Сол 2014 жылға дейін лицензия алған нысандар бар. Бірақ кейінгі заңға сәйкес, рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңының 53-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес, ол 2014 жылға дейінгі алған лицензиялардың күші жарамсыз болып саналады. Сондықтан ондай объекттерде жаңадан лицензия алуы тиіс. Мына осындай мемлекет қызметтер көрсетіледі. Бұл барлық мемлекет қызметтер электронды үкімет веб-порталы арқылы көрсетіледі. Бұл YouGov.kz және e-лиценз.kz порталдары. Қызмет
тапсырыс берушінің алдын ала электронды цифрлық қолтаңба болуы қажет, және қажетті құжаттар топтамасы болуы керек. Енді осы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға қандай негіздер болады? Бұл келесі негіздер. Бірінші, көрсететін қызметті алу үшін мемлекеттік көрсететін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және немесе олардың деректердің немесе мәліметтердің анық еместігі анықталған жағдайда бірінші. Келесі екінші, бұл ұсынылған объектінің санитариялық эпидемиологиялық қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерге белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі. То есть жаңағы бұл объекттердің біздің санитариялық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келмеген жағдайда берілмейді. Енді жалпы мемлекет қызмет көрсететін уақыт білесіздер, жұмыс уақытында аптаның 5 күні және жұмыс уақыты 9-дан бізде 18:30-ға дейін, түскі үзіліс 13-тен 14:30-ға дейін. Жалпы енді мынау эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық эпидемиялық саламаттылық саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиялық қорытынды алу үшін заңды немесе жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге портал арқылы өтініш және тиісті құжаттарды жіберуі тиіс. Өтініш белгілі, жаңа қандай қызмет алуға жаңа сол өтінішті толтыру керек порталда. Және тиісті құжаттар дегенімізде бұл жерде негізінен лабораториялық немесе зертханалық зерттеу нәтижелері болу керек. Ол енді эпидемиялық мәні жоғары объектілердің профилі дейміз ғой, көрсететін қызметіне байланысты. Мысалы алсақ, қоғам тамақтану орындары, қоғам тамақтану объектілері үшін микроклиматты зерттеу хаттамалары, оның ішінде температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы, бұл енді жылдың салқын кезеңдерінде өтініш берген жағдайда. Суды зерттеу хаттамалары, судың бактериологиялық, санитариялық, химиялық көрсеткіштерге зерттеу, тоңазытқыш және технологиялық жабдықтар жұмыс істеген кезде желдету жабдығынан болатын шуды зерттеу хаттамалары болуы керек. Бұл енді бір мысал. Енді мен бұл жерде мынау қоғам тамақтану объекттеріне қатысты. Басқа да эпидемиялық мәні жоғары объекттер болады. Енді оларға да осындай зертханалық зерттеу нәтижелері болу керек хаттамалары. Ол зертханалық қандай зерттеу түрлері, ол сол нысанның өзінің бейініне байланысты, профиліне байланысты болады. Енді жалпы стандарт, мемлекет қызмет көрсету стандартына сәйкес, жалпы мен мерзімдерін айтып кеттім, сол мерзімдерде мемлекеттік қызметтер көрсетіледі. Жалпы нысандарға берілетін қорытындыны егер қандай да бір талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты мынау рұқсат берілмейтін жағдайда сол мерзімнің аяқталуына дейін 3 күн қалғанға дейін біз берілетін жауаптың жобасын дайындап өтініш берушіге хабарлаймыз. Және ол өтініш беруші өзінің тиісті қосымша құжаттар немесе өзінің уәжі болатын болса, сол хабарламаны алғаннан кейін біздің мерзім бітуге 2 күн қалғанға дейін өздерінің уәждерін бізге жеткізу керек. Және соны талқылау арқылы ары қарай шешім шығарылатын болады. Және осы тыңдау өткізу нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші объекттерге санитариялық эпидемиологиялық қорытындыны рәсімдейді және береді, немесе мемлекет қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап береді. Қысқаша осы, егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Келесі сөз Болат Бақтиярұлы, өзіңізде.
Саламатсыздар ма, Шымкент қала тұрғындары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгінгі мен қысқаша айтатын тақырып бұл біздің Шымкент қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің лауазымға тағайындау бойынша конкурстың тәртібі бойынша тоқталып өтпекшімін. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер істері агенттігінің ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінде мемлекеттік қызметке іріктеу жаңа алгоритмі іске қосылған. Денсаулық сақтау органдары, оның ішінде Шымкент қаласының санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаменті осы жылдың шілде айынан бастап пилоттық режимде осы жаңа әдісті пайдаланып лауазымға тағайындау бойынша конкурстарды өткізуде. Іріктеудің және конкурс өткізу жаңа рәсімі агенттіктің ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің e-қызмет gov.kz сыртқы интернет порталында жүргізіледі. Жаңа ресми іріктеу және конкурс өткізу процесі электронды түрде жүргізіледі, ал әңгімелесу онлайн түрде өткізіледі. Бірінші деңгейде электронды жүйеде үміткер өтінімін жолдайды. Өтінімді жолдау барысында қажетті мәліметтер, ол жеке куәлік, мекен жайы, еңбек өтілі бойынша, білімі бойынша құжаттар ақпараттық жүйелерден алынады. Өтінімді жолданған соң Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілдің және заңнамаларын білу бойынша үміткер тестілеуден өтеді. Келесі кезекте үміткер жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өтеді. Әрі қарай үміткер мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс жасау қабілеттігін бағалау бойынша тапсырмаларды орындайды. Басшы лауазымына орналасуға өтінім берген үміткерлер онлайн түрде эссе жазады. Бұл эссе жазу талап тек басшы лауазымына орналасатын үміткерге қатысты. Аталған іріктеу процесінде ең жоғарғы балл жинаған 3 үміткер әңгімелесуге жіберіледі. Мынау айтқан процедуралардың барлығы электронды түрде бағана аталған e-қызмет gov.kz сайтында жүргізіледі. Әңгімелесу онлайн түрде жүргізіледі. Әңгімелесуде міндетті түрде конкурстық комиссияның мүшесі болып, үшінші тарап қатысады. Ол басқалармен тең дәрежеде сұрақтар қойып, өз бағасын береді. Комиссия мүшелері бір жерде жиналып отырмайды, жиналыс жасамайды. Әрқайсысы өз жұмыста орында болып, онлайн түрде әңгімелесуге қатысады. Сұрақтар алдын ала бекітілмейді. Конкурстық комиссияның мүшелері үміткермен байланыс орнатуға, ашықтықты, ойында ашық, қисынды түрлі білдіруін қабілетін анықтауға, сондай-ақ жеке құзыреттерін тұрғысынан жалпы сипаттағы сұрақтар қояды. Сұхбат бейне жазбасы электронды түрде сақталады. Онлайн сұхбаттан кейін комиссия мүшелері өз бағасын дербес қояды. Балдар автоматты түрде есептеледі. Балдарын есептеу барысында конкурстың әр деңгейде орындалған тапсырмалардың нәтижелері есепке алынады. Егер екі үміткер бірдей балл жинаса, онда үміткердің еңбек өтілі, білімнің деңгейі есепке алынады. Осы жаңа процесс сыбайлас жемқорлық тәуекелін барынша азайтады және кандидаттар арасында кез келген теңсіздікті жояды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Жайлы мектептер туралы айтыңыз. Өзіңіздің сұрадым. Сіздің қорытындысын алды ма? Қазіргі таңда ол мектептер жұмыс істеп жатыр, балаларды оқытып жатыр. Осы бойынша айтыңызшы. 2 мектеп 140 пен 142. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы бүгінгі таңда біздің Шымкент қаласында 2 жайлы мектеп құрылысы біткен. Бүгінгі таңда ол 2 мектепте біздің тарапымыздан бүгінгі күнге дейін санитариялық эпидемиологиялық қорытынды алған жоқ. Бізге осы 2 мектеп бойынша санитариялық эпидемиологиялық қорытынды алуға өтініш түскен жоқ. Өтініш түскен жағдайда біздің мамандар тексеру жұмыстарын жасап, тексеру нәтижесіне сәйкес жоспардан тыс квалификациялық талаптарға сәйкестігіне тексеру жасап болғаннан кейін бар нәтижесіне қарап қорытынды берілетін болады. Бүгінгі таңға олар өтініш түскен жоқ әлі. Біз ол мектептерді ескерттік. Біздің жаңағы мынау нысанға бармай профилактикалық бақылау жүргіземіз. Сол нысанға бармай профилактикалық жүргізу нәтижесіменен ол кісілерге ескертілді. Қорытынды алып жұмыс
жасау жөнінде. Бүгінгі күнге мына 142 мектептен қызмет хат келді бізге. Олардың сол қызмет хаты бойынша осы желтоқсанның 9-на дейін бізге өтініш тастаймыз деген жоспарлары бар. Микрофонға сөйлесеңіз. Естілмей қалады да. Қорғау органдарына біз хабарлама ескерту, хабарлама жібердік осы 2 мектеп бойынша. Рахмет, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Бір. Сәлеметсіздер ма? Арайлы Мәділханқызы, Ағақ телеарнасынан. Біздің қаламызда Сібір жарасы ошағы көмілген жер учаскелері бары белгілі. Қазіргі таңда сол маңдардан үйлер салынып жатыр екен. Осы бойынша сіздердің тараптан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Нақты айтып берсеңіздер, қанша ошақ бар ондай көмілген? Рахмет. Жалпы енді бүгінгі тақырыпқа қатысты емес, мына сұрағыңыз, бірақ тақырыпқа қатысты сұрақтар қойсаңыздар. Салаға қатысты, бірақ бүгінгі тақырып енді мемлекет қызмет туралы болып отыр ғой біздіңге. Қосымша берейік, жалпы бізде ол Сібір жарасы бойынша стационарлық посттар бізде бақылауда, бізде есепте тұрады. Олар бойынша биыл мониторинг жұмыстары да жүргізілді. Ветеринариялық қызмет саласы бойынша олар нәтижесі бар. Ол бойынша тиісті мекемелерге хабарламалар, тиісті құжаттар берілді. Жалпы толық мәліметті жазбаша түрде берейік. Себебі біз қазір нақты мынау мемлекет қызмет бойынша тақырып болған екен, біз соған дайындалып кеттік. Саламатсыздар, қайырлы күн. Айғақ телеарнасынан Мақсат Тоқсанбай. Жалпы енді бұған дейінгі брифингтердің барлығында дәл сол салаға қатысты сұрақтардың барлығын қойып жүрген болатынбыз. Енді бірінші рет өткізіп тұрсыздар ғой, жалпы мынандай біз тек мынандай сұрақтарға жауап береміз деп. Жалпы енді сізге бір жалпылама қойып өтсем, жаңа сіз енді мына жерде атқарылатын жұмыстардың барысына тоқталдыңыз ғой, бірақ атқарылған жұмыстардың барысын айтпай кеттіңіз. Өйткені мәселен жаңағы тамақтану орындарына номер беру бойынша, мысалы қанша енді Шымкент қаласы көбінесе жаңағы тамағымен танылады ғой. Жыл басынан бері қанша тамақтану орындарына жаңағыдай номер бердіңіздер. Және бұлардың ішінде кері қайтарылғандар бар ма? Жалпы енді мемлекет қызмет біз 10 айда, осы биылғы жылдың 10 айында мынау эпидемиялық мәні жоғары объекттер бойынша бізге 942 өтініш түсті. Оның 691-не берілді. Ол нәтижелі санитариялық эпидемиялық қорытынды 135-не бас тартылды. Нысандардың талапқа сәйкес болмауына байланысты. Және 116 нысанға қайта рәсімдеу жүргізілді. Былайша айтқан кезде олар бұрын қорытынды алған, бірақ жаңағы расширение дейміз, кеңею немесе басқа да бір технологиясын өзгерту, сондай жағдайларда қайта рәсімделеді. Сол 116 нысан бойынша қайта рәсімдеу жүргізілді. Ал енді тамақ өнімдерін дайындау объектісіне есептік нөмір беру биылғы жылғы 10 айда 6 өтініш түсті, 6 есептік нөмір берілді. Кері қайтарылған жоқ. Олар енді бұрын алғандар бар ғой, кейінгі алмағандар алып жатыр да, мысалы. Жаңадан ашылған нысандар бар. Бұл жаңағы тамақ өнімдерін өндіру нысандарына есептік нөмір ғана беріледі. Ал анау эпидемиялық мәні жоғары объекттерге санэпид қорытынды беру, мысалы сізде тамақ дайындау деп жасық қой, мынау қоғам тамақтану орындары. Қоғам тамақтану орындары кейбір нысандар қорытынды алып жұмыс істейді, кейбіреулері қорытынды алмайды. Олар өздерінің жұмысын немесе қызметін бастаған жөнінде хабарлама береді. Ол енді қалай десек болады? Мынау қоғам тамақтану орындарының отыратын санына байланысты. Егер жаңағы қоғам тамақтану орындары, айтайық жаңағы ресторандар, кафелер, асханалар 50 орынға дейін болса, отыратын орын саны, олар санэпид қорытынды алмайды. Заң талабына сәйкес олар өздерінің қызметін бастаған жөнінде біздің территория бойынша аудандық басқармаларға хабарлама береді. Біз осындай қызметті бастадық дейді. Ал енді 50 орыннан көп болатын болса, отыратын орын саны, онда олар міндетті түрде санитариялық эпидемиялық қорытынды алып жұмыс жасайды.
олар қорытынды алады. Жалпы екінші сұрақ, бүгінгі тақырыпқа оралмас бұрын бірінші мына тақырыпқа тоқталайықшы. 2023 Шымкент қаласында туберкулез ауруының өршіген туралы айтылған болатын. Дәл бұл статистика биылғы жылы қаншалықты өзгерді? Тағы да мен жаңағы өзім сөзіме қайтып келейін деп отырмын. Мен туберкулез қазір менің қолымда нақты мәлімет жоқ. Себебі мен айтып отырмын ғой, мен осы бүгінгі тақырып бойынша дайындалып келдім, біріншіден. Екіншіден, ол менің жаңағы курация жасайтын сұрақ бөлім емес та. Бізде мынау 3 орынбасарымыз бар. Менің жаңағы курация жасайтын бөлім осы мемлекет қызмет жаңағы объекттердің санитарлық талаптары солар бойынша, жалпы санитар гигиеналық сұрақтар бойынша. Ал сіздің қойып отқан сұрағыңыз эпидемиологиялық сұрақтар. Туберкулез, жаңағы Сібір жарасының посттары олар бойынша. Жалпы енді біздегі жағдай тұрақты былайша. Мен сізге жаңағы нақты цифрын қазір айта алмаймын бірақ. Түсінікті. Мемлекеттік қызметкерлердің арасында жұқпалы аурулар анықталғандар бар ма? Мемлекеттік қызметкерлердің арасында дейсіз ба? Солардың алдын алу бойынша. Бізде мемлекеттік қызметкерлердің арасында жұқпалары онда есеп жүргізілмейді. Жалпы бізде жұқпалы аурулар тіркелген жағдайда, жұқпалы аурулар ауруханасына бізге экстренный извещение дейді, жедел хабарлама түседі. Осындай жұқпалы ауру тіркелді деген. Ол жұқпалы аурудың экстренный извещение, жедел хабарлама түскеннен кейін біздің мамандарымыз эпидемиологиялық тексеру жұмыстарын жүргізеді. Сол жұқпалы ауруды анықтайды, оның ошағын анықтайды, олардың қарым-қатынаста болғандарды анықтайды, және локализация, ликвидация дейміз ғой. То жаңағы ошақты анықтап, ары қарай жаңағы аурудың өршуін болдырмау бойынша өздеріне тиісті іс-шаралар атқарады. Мектепке дейінгі нысандар мен жалпы ауруханалардағы сақталып жатқан санитарлық талаптарға тоқтала кетіңізші. Мектепке дейінгі ұйымдар, бұл енді жаңағы балабақшаларды айтып отырсыз ғой. Жалпы мектепке дейінгі ұйымдар мен ауруханаларда бүгінгі таңда тексеру жұмыстары бізде өте аз. График дейміз ғой, кесте бойынша тексеру, немесе бұрынғы ескіше айтқан кезде жоспарлы тексеру дейді ғой. Жоспарлы тексеру. Қазір оны кестеге сәйкес тексеру дейміз. Себебі бізде әрбір нысанда тексеру үшін бірінші және екінші жартыжылдықтарға тексеру кестесі дайындалады. Ал ол тексеру кестесіне сол нысанды тексеруге енгізу, ол қазір автоматты түрде жүргізіледі. Сондықтан жалпы мысалы биыл бізде бірінші жарты жылдықта 85 қана нысан жоспарланған болатын. Бірінші жарты жылдықта оның 76-сы тексерілді. Енді қала бойынша бұл бірінші жарты жылдықта. Оның ішінде балабақшада бар, емдеу мекемелері де бар. Ал бізде қалада білесіздер, қанша балабақша бар екен. Сондықтан біз балабақшалардың барлығын түгел тексерумен қамти алмадық. Тексеру бірақ жаңағы тексеру кестесіне енген балабақшаларды, емдеу мекемелерін тексеріп өттік. Тексеру нәтижелерімен кемшілік анықталған жағдайларда әкімшілік шаралар көрілді, ұсынымдар берілді. Одан бөлек жалпы мына прокуратура органдарының инициативасымен осы балабақшалар тексерілді, тексерумен қамтылды. Олардың жаңа тамақпен қамтамасыз ету қамтылды. Олар бойынша жалпы тиісті анықтамалар біз толтырып, кемшіліктерді анықтап, прокуратура органдарына бердік. Бірақ ол кісілер өздері жаңағы инициативамен өздері тексеру ашып, біз тексеру қорытындысын бергеннен кейін барып, ары қарай жаңағы шараны ол кісілер өздері көрді. Жоспардан тыс тексерілді олардың. Қанша нысанда санитарлық талаптың сақталмаған анықталды? Мен қазір қолымда мәлімет жоқ, мен айттым ғой, бізде жалпы 81 нысанның 76-сын біз тексерсек, бізде 100% санитар талаптардың бұзылғандығы анықталды. Осы енді нақты қажет болатын болса, мен сізге кейін
нақты қандай нысандар тексерілді және қандай кемшілік анықталды, мен оны кейін берейін сізге. Жалпы Соңғы сұрағыңыз болсын. статистикалық мәліметтерді сізден қашан ала аламыз? Толықтай. Бізге жаңағы қандай нақты мәлімет керек, бізге жаңағы жүгінім жасасаңыз береміз. Қазіргі сұрап жатқан сұрақтардың цифрлық жауаптары. Бүгін аласыз. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Ассалаумағалейкум, Айдат мырза. Уағалейкум ассалам. Менің сұрағым, не жайлы айтып еді, мына дезостанция жаңа айтып өттіңіз ғой. Иә. Негізі дезостанцияның жұмысының регуляторы сіздер болып табыласыздар ма? Біз болғанда енді жаңа айтып өттім ғой, бұл енді 2014 жылға дейін лицензия алып жұмыс істеген ғой бұл мекеме, дезстанциялар. Онда да жаңағы мына қорытындыны және лицензияны осы біздің қызмет берген. Енді биылдан бастап олар қайтадан жаңа лицензия алып жұмыс істейтін болып отырды. Сондықтан лицензияны біз береміз. Яғни регулятор өздеріңіз ғой? Иә. Сұрақ мынадай болайын деп тұр ғой, өйткені біз жаңа көп жерге тұрғындар шақырғанда репортаж түсіріп жатамыз ғой, көріс шыққан, құжынап жатады. Бірақ үнемі тұрғындардың өзінің қаржысы жоқ қаржыландырып, соның бәрін жаңа залалсыздандыруға. Онда дезостанция келмей қояды екен. Тұрғындар айтады, сонда ертең қатты көбейіп кеткен кезде кім жауап береді ол кезде? Жалпы мынау денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс бар ғой. Сол кодекстің 107-ші бабы бар. Сол 107-ші бабына сәйкес мынау осы дезинфекция, дезинсекция, дератизация жұмыстарын жүргізу нақтыланған ол жерде. Және ол біздің тарапымыздан бір ауыр ошағы шыққан жағдайда жүргіземіз. Жаңа мынау очаговый дезинфекция дейді, ошақтық немесе күнделікті дезинфекция жүргізіледі. Ауру ошағы шыққанда сол ауру ошағы шыққан жерлерді жасаймыз. Одан бөлек бізде мына кенеге қарсы жұмыстар бойынша алдын алу дезинфекцияларын жүргізеді. Ал енді жаңағы сіз айтқан мысалы тышқандар немесе басқа да бүргелдер, кандалар дейді ғой, жеке үйлерде. Көбінесе бізге сондай жаңағы өтініштер келіп жатады. Жеке тұрғындардан, жеке үйлерден, кейде мынау жеке кәсіпкерлерден. Ондай жағдайда біздің жаңағы мынау біз емес, жаңағы дезинфекциялық станциялар, бізде бір ғана мемлекеттік дезинфекциялық станция бар, Россияда. Қалғандардың бәрі бізде жеке меншік қой. Олар ондай жағдайда дезинфекциялық жұмыстар жүргізбейді, дератизациялық жұмыстарды тышқандарға қарсы. Оны сол нысанның иесі, немесе жаңа айтқан кезде сол квартираның иесі, немесе сол дом болатын болса, сол үйдегі тұрғындар өздерінің есебінен жүргізу керек. Мына 107-ші бап бойынша сондай. Оны түсінді ғой, мен айтып жатқан мынау осал топтарға берілген әлеуметтік үй бар. Сол жерде бір көрші үйінің ішінде жауып алған, ашпайды дейді, бірақ соның үйінен шығып жатыр, барып келеді. Ал көрші тышқандар көбейіп кетті. Енді залалсыздандырған десек, олардың өздерінің қаржысы жоқ та, көбісі әлеуметтік осал топтар. Соған мемлекеттік жаңа сіз айтқан Россияға барсақ, олар жекеге жіберді дейді. Жекеге барсақ, ақша сұрағанда бізде ақша жоқ еді дейді. Ондай жағдайда енді жергілікті атқарушы органдарына өтінім жасау керек азаматтарға. Әсіресе жаңағы әлеуметтік аз қорғалған азаматтар сол жергілікті атқарушы органдарға өздері жаңа обращение жасаса, жүгінсе, сонда олар жергілікті атқарушы органдарында қарастырылған. Бізде сондай бір-екі жағдай болған өткен жылдары. Бірақ біздің жаңа мынау мемлекеттік дезстанция оны істей алмайды. Жаңа айтып отырмын ғой, ол немесе жаңағы азаматтар өздері, немесе кәсіпкерлер өздері, және кейбір жағдайларда жергілікті атқарушы органдар өздерінің есебінен жүргізу керек осындай іс-шараларды. Рахмет. Пресс-службаңызға Олжанға әбден рахметімді айтқым келеді. Көп сөзіміз түсінбеген кезде хабарласып отырамыз, сұрап отырамыз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Осымен біз баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті спикерлер, бүгінгі баспасөз алаңына келіп бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.